Баршаңызға бүгін біз балықты қуыратын боламыз. Ондағы лайфхактармен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге манни каша ұн керек. Жақсылап араластырып аламыз. Өзіңізге керегін мөлшермен салып алыңыз. Келесіде балықты ұнға малып аламыз, яғни ұнды жағып аламыз. Манни каша керемет дәм береді. Сол үшін де ұн күйдіріп тастайды ғой балықты. Сол үшін манни кашаны араластырып істесеңіздер өте күшті, әдемі шығатын болады балықтарыңыз. Бұл сіздерге лайфхак. Келесіде ұн жағып болғаннан кейін қызып тұрған отта, яғни майымыз қатты қызып тұрған болу керек. Екі жақты кезектетіп 10-15 минутта пісіріп аламыз. Міне осындай сап-сары керемет балық дайын болады. Ас болсын, жасап көріңіздер.